Саламатсыздар ма? Сарысу ауданының Жаңатас қаласының Абылайхан атындағы мектеп-лицейінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Серіков Ерлан. Бүгінгі өтейін деп жатқан сабақтың тақырыбы футбол. Футболдың ішінде қорғаушының міндетін орындау. Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары: қозғалыс белсенділігіндегі рөлдерді анықтау және көрсету. Оқушылар дене дайындығы мен икемділіктерін ескере отырып, сабақтың мақсаттарын 3 сатыға бөліп құрдым. Олар барлық оқушылар орындай алады. Біріншісі, футбол ойынның қозғалыс әрекетін біледі, көпшілік орындай алады. Шабуылшының бақтаған добына қорғаушы рөлдері ретінде тосқауыл жасай алады. Кейбір оқушылар орындай алады. Қорғаушы шабуылшыға қарсы рөлдерін анықтап, ойында шабуылшыға қарсы шығып, допты алып қояды. Осы сабақта күтілетін жетістік критерийі: футбол ойынның әдіс-тәсілін меңгерген, ойын кезінде қорғаушы міндетін атқарады, футбол ойынның негізгі ережелерін сақтайды және қауіпсіздік ережесін сақтайды. Тілдік мақсаттар: пәнге қатысты сөздік пен терминдер. Жерде енді 3 тілде айтылады: доп, мяч, бан, тебу, пинать, кек, аут. Енді жалпы дамыту жаттығулары мынау. Кішігірім шағын видеороликтен тамашалаймыз. Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі жасайын деп жатқанымыз жалпы дамыту жаттығулары. Бірінші, мойыннан бастаймыз. Екі қол белге қоямыз, мойынды айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз: екі қолды айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығу. Қолмен жасаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз: екі қол белге қоямыз, белді айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз: екі тізені айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз: отырып тұрамыз. 10-ға дейін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сау болыңдар, құрметті оқушылар. Осы жаттығуды күнделікті азаңысын жасап тұрсаңыздар болады. Футбол шоу тарихын қысқа нұсқа айтып өтейін. Футбол тарихы 12 ғасырда басталады. Алғаш рет бұл Англияда дамыды. Саяхатшы Гастенде Фо өз заманында футбол ойынын барымтасымен бақылап, ағылшындар футбол ойын деп есептесе, онда төбелестен не дейді деп жазып кеткен екен. Футболға қарсылық көрсеткендер болды. Мысалы, шіркеудегі діндарлар, феодалдар футболға тыйым салуын талап еткен екен. Өйткені бүгінгі күнге дейін футбол өте қауіпті ойын саналып келеді.
Жаттығу түрі доппен кедергіден өту жаттығулары, допты екі аяқпен алма кезек алып жүру жаттығулары. Ол жаттығуды мынау кішігірім шағын видеороликтен көреміз. Оқушылардың деңгейлері мен қажеттіліктерін ескеріп тапсырмалар саралап ұсынамын. Және қауіпсіздік ережесін сақтауды түсіндіремін. Бірінші тапсырма. Тапсырма жеке белсенді әдіс арқылы жүзеге асады. Олар футбол ойында қорғаушының міндеті рөлінде өз айып алаңына қарсылас шабуылшыны өткізбеу. Дискрипторы. Қорғаушының міндеті қарсы команда шабуылшысына тосқауыл қоя білу, допты қақпаға теуіне мүмкіндік бермеу. Дискриптордың нәтижесінде мадақтама әдісі арқылы қалыптастырушы бағалау жүргізіледі. Шабуылшы әрекетіне қорғаушы тосқауыл қоя білді. Екінші тапсырма, жеке белсенді әдісі арқылы жүзеге асады. Әр қорғаушының өз нүктесі болады. Дискрипторы. Қорғаушы өзінің берілген нүктесінде жылдамдықпен икемділігімен мұқиятты қорғайды. Дискриптордың нәтижесінде басқармақ әдісі арқылы қалыптастырушы бағалау жүргізіледі. Үшінші тапсырма. Белсенді әдісі арқылы орындалады. Қорғаушы өз алаңында жылдам ойлау қабілеттілігі арқылы қорғана алады. Дискрипторы. Қорғаушы өз алаңында бір-біріне көмекке келеді, жүктасу арқылы қорғанады. Дискриптордың нәтижесінде күрегештер әдісі арқылы қалыптастырушы бағалау жүргізіледі. Саралау әдісі қарқын тәсілі. Қосымша тапсырмаларды көп күш жұмсауды талап ететін оқушылар үшін қолданылады. Оқушыларды жекелей отырып қарқын тәсіліне байланысты тапсырмалар. Бірінші тапсырма. Шабуылшының шабуыл жасауына мүмкіндік бермеу. Екінші тапсырма. Қақпа алдында шабуылшының допты теуіне тосқауыл қоя білу. Және де қауіпсіздік ережесін сақтай отырып. Тапсырма тәсілі. Оқушылардың қажеттіліктеріне қарай көмек керек пе, әлде күрделі тапсырмалар беру керек пе, түрлі кестелерді немесе жаттығулар мен тапсырмаларды жасау. Әдіс тәсілдерін орындауына байланысты қателіктерін анықтап, оны жетілдіруге және қатесін түзетуге арнап тапсырмалар беремін. Тапсырма, үйге тапсырма. Оқушыларға үйде доппен көбірек жаттығу жасауға тапсырма беремін. Қауіпсіздік ережесін сақтауды тапсырамын. Ол үйге берген тапсырмамыз, кішігірім видеороликтен тамашалаймыз. Осы видеороликке қарап жасаймыз тапсырма. Бұл ең қарапайым. Мұнда сіз допты оң және сол аяқ табанымен сезіне отырып, галочка жасаймыз. Неғұрлым галочка көп жасайтын болсақ, соғұрлым жылдамдықты қосамыз. Допты өкшемізбен емес, табанымыздың алдыңғы және орта жағымен допты сезінесіз. Бұл сізге ойында допты еркін игеруіңізге көмектеседі. Екінші жаттығу ол үшбұрыш әдісі. Бұнда алдыңғы көрсеткен жаттығу сияқты табанымыздың алдыңғы және орта жағымен допты игеру арқылы үшбұрыш сызып жүріп отырамыз. Бұл жаттығудың маңыздылығы үшбұрыштағы бұрыштарды қайталап жүрмейміз. Себебі қарсыласыңызды шатастыруымыз керек. Әр кезек ойыңызға үшбұрышты елестетіп, сол бойынша жүріп отырыңыз. Зейін салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болып тұрыңыздар.